Eskiz bölümünün 5. sabağı. Sizler бұл сабақта машина бөлшегін 2D форматында, яғни белгілі бір заттың қақпағын сызып үйренетін боласыздар. Бұл жерде сіз сызбаны бастамас бұрын сызбаның жалпы құрылымына баса назар аударуыңыз керек. Бұл сіздің сызбаны жылдам әрі оңай жолмен сызып бітіруіңізге көмектеседі. Бұл жерде бір қарасаңыз, сыртында бір шеңбер және ішінде 5 бұрышты фигура орналасқан. Міне, қараңыздар, біз сызбаны тура осы екеуінен бастаймыз. Бірінші шеңберді, екінші 5 бұрышты, сосын ішіне қарай ақырын жылжып отырамыз. Ендеше кеттік. Шеңберді сызамыз. Эскиз таңдадық. Шеңберді сызамыз, міне тура осылай. Және 5 бұрышты сызамыз. Өлшем керек емес. Ең соңынан өлшемді жазамыз. 5 бұрышты сыздық. Егерде сізде бұл 5 бұрыш емес, басқаша сандағы фигура шығып тұратын болса, мүмкін сізде 8 болатын болса, бұл жердегіні сіз 5 дейсіз да Enter'ді басасыз. Міне. Окей деп бастаңыз болады. Міне. Енді қараңыз. Bir қарасаңыз, әрбір бұрыш шеңбермен түйіскен, шеңбермен тиіп тұр. Яғни бізде шеңберге тиідіреміз. Мысалы, кез келген нүктені таңдаймыз, және контролда басып тұрып, сыртқы шеңберді таңдаймыз. Қараңыз, нүктелерді түйістіретін зат бар. Яғни екеуін бір-біріне тигізеді. Ананы бассаңыздар болады, я болмаса мына жерде нүктені белгілейміз, сызықты таңдадық, мына жерде шығып тұрады. Мынаны бассаңыздар болады. Қараңыз, екеуі бір-біріне тиді. Ендігі кезекте біз сыртқы өлшемі диаметрі 150. Шеңбердікі соны жазсақ жеткілікті. Мына жерге 150 деп жазамыз. Enter басамыз. Шеңберіміз сызылды. Ендігі кезекте мынау сыртқы доға, яғни радиусы 18. Центрі мына жерде орналасқан дейді. Соны сызамыз. Мысалы, центрі бұл жерде орналасқан. Міне, қоя салдық. Радиусы бізде 18 деп тұр. Радиусы 18. Enter'ді басамыз. Міне, қараңыздар. Окей дедік. Сызба бізде сызылды. Ендігі кезекте бізде кішкентай жылға бар. Міне, кертпек астына кіріп тұрған. Соны сызамыз. Ол үшін бізде көмекші сызық көмекке келу керек. Өстік сызықты сызамыз. Міне, өстік сызықты сыздық. Және осыны екі бөлікке бөлеміз. Offset дегенді басамыз. Басқаннан кейін сызықты таңдаймыз. Егерде сіздерде басқаша тұруы мүмкін, мынаны таңдайсыздар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші тұрған кнопканы басасыздар. Қараңыздар. Бұлай бағытын өзгертіп, жеке-жеке істесеңіздер болады. Мына жағына қарай 4 мм жібердіңіз. Міне. Мына жағына қарай 4 мм жібердіңіз. Окей дедік. Бұлай істесеңіздер болады. Я болмаса таңдадыңыз. Мына жерде бірінші, екінші, үшінші, төртінші кнопканы басып, міне бізде 4 деп жазасыз. Әрбір мынамен, мына сызықпен, мына сызықтың арасы 4 мм деген сөз. Яғни екі сызықтың арасы 8 болады. Қазір тексеріп көреміз смарт өлшеммен. Қараңыз, 8 деп тұр. Бітті. Ендігі кезекте бізде астыңғы жетер жерден сызамыз. 8 мм аралықта. Ол үшін сызықты таңдадық. Мына жерден кез келген орыннан сыза саламыз. Бітті. Енді кесеміз. Артық өлшемдерді кесіп тастаймыз. Міне, тура осылай. Я болмаса мына жерден жылдам кессеңіздер болады осылай. Міне, қараңыз. Осылай. Бұл жылдам жұмыс жасайды. Міне, осылай істедіңіздер.
Сосын барып мына жердегі 8-ді жазсаңыз болады. Міне 8. Смарт өлшемін таңдадық. Нүктені бастық. Мына нүктені басамыз. Бізде 8 болады. Міне қараңыздар, 8. Енді осыны массив жасаймыз. Астыңғы бөлікті кесіп тастайық. Міне кесіп тастадық. Енді сызықты жеке-жеке таңдап аламыз. Бұлай талдасаңыздар болады. Міне қараңыздар. Егерде бұлай талдасаңыздар, мынау сыртқы сызықта қосылып кетеді. Міне қараңыздар, жалпы бетті кіріп кетті. Сіздер бұлай белгілесеңіздер, міне басқаша түс, төрт бұрыштың іші, бұлай бөлесеңіздер жасыл болады. Бұл айырмашылығы аңғарып алсаңыздар болады. Бұлай жасыл болатын болса, шеңбердің осы төрт бұрыштың аумағының ішіне кірмеген заттар болса да таңдалып кетеді. Яғни сызығы, қандай да бір сызығы тиген шеңбер, қандай да бір пішін сызықтың ішіне таңдалды деп кетеді. Бұлай белгілесеңіздер болады. Қараңыздар, енді осыны массив жасаймыз, айландырамыз. Таңдаймыз, міне. Мына жерде 4 болып тұр. Мына жерде біз 5 деп жазамыз. 5-ті бастық, Enter басамыз. Міне қараңыз, өз орнына орналаса қалды. 5. Енді қалған артық бөлімін біз кесіп тастауға болады. Міне, тура осылай біз кесіп тастадық. Негізгі сызбаның пішіні берілді бізде. Мынаны артынан сызықты жеке талдап, делет басып өшірсек болады. Енді сызба бітті. Ішкі шеңберлерді сызамыз. Ішкі шеңбердің диаметрі бізде 92. Оның ішіндегі үзік сызықтікі 64. 92 және 64 болатын екі шеңбер сызамыз. Екі шеңберді кез келген сызамыз. Ішкі шеңбердікі 64. Мына жердікі 92. Enter. Бітті. Ішкі шеңбер үзік сызық бізде 6 шеңбер бар, мына жерде орналасқан. Диаметрі 14 дейді. Диаметрі 14. Мына жерге біз диаметрдің жартысы радиус жазсақ болады. 14 болатын болса, диаметрі радиусы бізде 7 болады. Enter басамыз. Егерде бұл үлкен сан болатын болса, сізге бөліп алу қиын болатын болса, мысалы 280, диаметрі 80, осының радиусы қанша деп дейміз, осылай есесеңіздер болады. Мысалы 2-ге бөліп. Бұл мысалға көрсетіп отырмыз сіздерге. 7. Енді осыны массив айландырамыз. Ол үшін мынаның ішіне қайта кіреміз. Мына жерде бізде саны қанша көрсетілген? 6 делінген. 6 деп жазамыз. 6. Enter басамыз. Қараңыздар, шеңбер сызылды. Бізде сызба дайын. Назар қойып көргендеріңізге рахмет.